Баршаңа сәлем. Қыркүйек айы бізге табыстай болайын деп тұр. Салымсыз біз бастаған жобалардан тапқан табысымызды оны құртпай, керісінше оборотқа салу бізге тиімдірек болады. Бұрын білесіздер, сіздерге АК проект жайлы айтқан болатынмын. Сол АК проектті сіздерге айтатынмын. Всегда кіріңіздер, бастапқыда кіріңіздер, бірақ та көбісі кірмеді, сенбеді. И түбінде менімен бірінші болып кірген адамдар табысқа жеткен болатын. Бұл проектте сондай, сондықтан бастапқыда бұл ашылғанына небәрі 2-3 күн ғана өтті. Егерде менімен бірге қазір кірсеңіздер, түбінде сіздер тоже табысқа жететін боласыздар. Бұл жобада, достар, сіздер тегін түрде 300 теңге ала аласыз. Телеграм группаға тіркелгеніңіздер, жақын арада розыгрыш болады. 10.000 теңгеге оның шарттарын осы телеграм группадан көріп және де қатыса аласыз. Тегін түрде ақша тауып қалыңыз. Назарымызды проекттің аты Roborock деп аталады. Бұл жаққа сіз аз мөлшерде ақша құя отырып, қолмақты ақша шығара аласыз. Ең бірінші бізге регистрация өту керек. Сілтемесі описанияда тұр. Номер телефоныңызды жазасыз, одан кейін пароль ойлап табасыз, оны қайталайсыз және де тіркелу. Регистрацияны біз сәтті өттік, сохранить етіп қояйық және де жүйеге кіру. Мына бастапқыда айтып кеткен 300 теңгеміз уже счетымызда бар. Бұны шешуге болады, бірақ та минимальный суммаға жеткізу керек. Минимальный сумма вывода бізде 500 теңге. Ең басты ақша табу жолы бұл Roborock деген аппараттарды сатылып ала отырып, сіздер күнделікті табыс таба аласыздар. Оны көру үшін қандай Roborock'тар бар екен, міне бізге тізбек бойынша көрсетілген. Біріншісі бізде ең арзаны 5000 теңге тұрады, одан кейін 10.000 теңге, 20.000, 40.000 теңге тұрады. Ең қымбатына келе салайық, 1 миллион теңге тұрады. 1 миллионға ешкім алмайтын шығар. 5000 теңгеміз ол күнделікті бізге 330 теңге табыс алып келіп отыратын болады. Күнделікті бұл дивиденді. Яғни сіз 100 күн бойы сізге жұмыс істейтін болады, и получается сіз 100 күн ішінде 33.000 теңге табасыздар. Яғни 5000 теңге құясыздар, 33.000 теңге шығарасыздар. Немесе екінші аппаратты алам десеңіздер, 10 теңге салсаңыздар, 700 теңге сізге күнделікті табыс түсіп отыратын болады, және де 100 күн ішінде сіз 70.000 табысқа жететін боласыз. Қазір сіздерге мысал ретінде мен бірінші минималь 5000 теңге тұратын Roborock'ты сатып алатын боламын. Бұны сатып алу үшін толығырақ деген түймеге басамыз. Қазір сатып алу. Жоғары жақта біз сумманы енгізетін боламыз, яғни 5000 теңге и импай салым арнасын таңдайтын боламыз. Енді бұл жақта ақша жіберу үшін Каспиімізге кіреміз, карта другого банка деген таңдаймыз. Откуда? Әрине біз өзіміз Каспи Голд'ымызды таңдаймыз, и мына жерде және де 16 санды жазатын боламыз. 5000 теңге жіберетін боламыз, 200 теңге комиссия ұстайды, и бізде таза кететін сумма 5200 теңге. Яғни бұл Жусан банкқа жіберілетін болады. Егер сіздер Жусан банк болса, онда 5 комиссия сіздер жіберетін боласыздар. Міне мен 5000 теңге жібердім. Енді бұл жақта квитанциясының скриншотын жасап алу керек. Сіздерге лайфхак, Каспи Голд'да егер де скрин жасай алмай жатсаңыз, онда өзіңіз біреуге PDF форматты жіберетін боласыз, соны PDF арқылы ашасыз және де скрин жасап алыңыз. Енді бұны жібергенімізді растау үшін выбрать файл деген түймесін басып, осыған бағанағы скриншотты енгіземіз және сонда біз жүктеуді растау деп түймені басамыз. Біз сәтті деп шықты, енді артқа өтейік. Енді бізге расымен ақшамыз түсті ма, түспеді ме көріп білу үшін. Міне достар, құйған 5000 теңгеміз 2 минут аралықта келіп түсті. Енді бұны мен қазір Roborock'ты біріншісін сатып алатын боламын. Толығырақ деген басамын. Одан кейін қазір сатып алу дегенді басамын түймені. Жіберілді деп шықты. Roborock біріншісі активно жұмыс істеп жатыр мен үшін. Яғни мен 5000 теңге сатып алдым, 330 теңге күнделікті табыс болып түсіп отыратын болады, и жалпы пайда мен 100 күнде 33000 теңге табысқа жететін боламын. Бұл жақта окупаемость 16 күн. 16 күн ішінде сіз қайтын 5000 теңге қайтаратын боласыз, одан кейін уже плюсқа шығатын боласыздар. Айта кетейін достар, бұл проект ұзаққа істейтін болады, сондықтан кімнің кіргісі келеді, welcome. Бұл жақта күнделікті кіріп отырып, ешқандай подтверждение жасап отыру керек емес. Өзі автоматически сіздің счетыңызға бағана сумманы құйып отыратын болады, яғни 333 теңге. Оны сіз минималь мысалы жеткен кезде 500 теңге жеткеннен кейін ақшаны шығарып алуға мүмкіндігіңіз болады. Ақшаны алу деген түймені басамыз. Одан кейін банк таңдаңыз деген жаққа біз қосу деп басап отырып, бұл жаққа банктың атауын таңдаймыз. Каспи банк, Халық банк, Форте банк, мысалы бізде көбінесе Каспи банк қолданады. Каспи банк, онда атыңызды енгізесіз, яғни карточкаңыз алдында тұрған ағылшынша атты тегіңізді ошаққа жазасыз. Одан кейін банк шотына 16 сан алдында тұрғанды енгізесіз ошаққа, и қосу деген түймені басасыз. Одан санды енгізіңіз дегенге ошаққа сумманы жазасыз, қанша ақша шешесіз. Мысалы 500 теңге
сізге 425 теңге түсетін болады. Бұл жақта комиссиясы бар 15%, және 48 сағатқа дейін сіздің шотыңызға түсетін болады. Негізі 1-2 сағат ішінде сіздің ақшаңыз келіп түседі. Қазақстан уақытымен 9:00-ден бастап 21:00-ге дейін сіз ақшаны шешу мүмкіндігіңіз болады. Қазір сәтте мен сіздерге шешіп көрсете алмаймын, өйткені менде минималка әлі жеткен жоқпын 500 теңгеге. Және тапсырма деген кірсеңіздер, достар, бұл жақта сіз 4000 теңге ала аласыз. 4000 теңгені алу үшін сізге бұл жақта барлық тапсырмаларды орындау керек. Сол кезде сізге 4000 теңге тегін түрде беріледі. Қазір сіздің шотыңызда мысалы 3200-ден басталады. Сіз аяқта барлық тапсырмаларды орындасаңыз, сізге 4000 теңге жететін болады. Сол кезде ғана сіз шеше аласыз. Ал егер мысалы менде қазір шотымда 3220 теңге тұр, бұны шеше алмаймын. Тек қана 4000-ға жеткен кезде шеше аламын. Сондықтан алу деп бассам, қазір сәтте менде талаптарға сәйкес емес деп шығып тұр. Яғни түсінікті не үшін олай екен. Бұның партнерский программасын бөліп айтып кету керек. Себебі бұл жақта бірінші линиядағы біздің табысымыз 25%-бен тең. Бұл өте жоғары пайыз. Егер мысалы 10.000 теңге қойса, сізге 2500 теңге бонус ретінде түсетін болады. Және екінші линиядағы 5% құрайды. Бұл да жақсы негізі. Егер негізі, достар, салымсыз ретінде ақша тапқыларыңыз келсе, онда VK Surfing деген сайт бар. Осы жақтан сіздер рублей ретінде табыс таба аласыздар. Мысалы ретінде мен соңғы рет 420 рублей шешкен болатынмын. Сіз де бұл жақта салымсыз түрде ақша таба аласың. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер, және де Хамстер комбатты күтіп жатса, сол жайлы той комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен мен болған Әлібек, келесі көріскенше.